Ассалаумағалейкум, мен көрермендерім, қалайсыздар? Бүгінгі видео балапандарымыз аман есен, пока атыстал бола ғой. Бүгін таңертең ешкілерімді далаға жайып алдым. Шешелерінен бөліп тастаған болатын, лақтарды қамап. Бірақ та келсем лақтарын қайтып қосып алған. Есік ашылып кеткен ба, бірдеме желмен ба, или өздері сүзген ба есікті. Есіктен ашып алған. Бүгінгі біздің тауықтарымыз. Әтешіміз тастыртыс қосып қойдым, араларында жүрсін деп. Жұмыртқаларын алып деп келген болдым, жұмыртқаларын алып деп. Аң түскен ұшық тұр ғой. Қаспай тұр. Төрт жұмыртқа жатыр. Біреудің тапсырысы бар еді жұмыртқаға. Қазір клиент келе жатыр, соған жұмыртқалар жинап жатқам. Тәтешін екен. Клиент келе жатыр, соған жұмыртқа жинап отырмын. Қазір жұмыртқаны жеткізіп беріп жіберетін боламын. Біздің ешкілеріміз. Так, мұнда жұмыртқа туған жоқ екен. Сыртқа көп туылмайды. Арасында туады. Мұндай қатты туып атқан жоқ. Таңертең ана тауықтарымнан таңертең бір жұмыртқа алдым. Тауық қорадан тауықтарыма жем беретін уақытта бір жұмыртқа туған. Қазір мұнда 6 жұмыртқа жатыр. Бүгін әуеткеден 7 жұмыртқа туды. Енді әлі уақыт бар, кешкеден тағы туады. Осы тауықтарымыз. Ешкілерім қосып кеткен енді. Бұларға мен дейтін жоға тастадым, шіріп кеткен жоғалар. Сосын мынандай яшымен беріп жатырмын бұларға. Таңертең кешке 2 мезгіл яшымен беріп жатырмын. Таңертең жайып алдым далаға бұларды. Әуеттен тағы бір жайып алам. Әзірге осы біздің ешкілеріміз. Жақсы, сау болыңыздар. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырамыз.